Сәлем достар, сіздермен бүгін небәрі 2 заттан жасалынатын таңғы асқа арналған дәмді жұмсақ омлеттің рецептімен бөлісемін. Каналыма подписать етіп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Әрқашан сіздермен жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Ол үшін бізге жұмыртқа мен сыр қажет. Қалауыңыз бойынша колбаса қоссаңыз да болады. Мен тәтті болгар бұрышы мен қызанақты қостым. Жұмыртқамызды осылай бөлек ыдысымызға жарып аламыз және сырымызды үккіштің ең майда көзінен өткіземіз. Дайын болған сырымызды жұмыртқамыздың үстіне саламыз және тәтті болгар бұрышын майдалап төрт бұрыштап тураймыз. Оны да жұмыртқамыздың үстіне саламыз. Одан соң қызанағымызды осылай дөңгелек қылып турап, ортасынан бір бөлеміз. Бұл бізге бетін сәндеу үшін қажет. Одан соң дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырамыз. Енді қызып тұрған табамызға майды құйып, омлетімізді құямыз. Туралған қызанақтарымызды бетіне осылай әдемелеп қойып шығып, ең жай отқа бетін жауып 10 минутқа қоямыз. Міне біздің омлетіміз дайын, жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Менің каналыма подписать етіп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.